Бірінші тәсіл қоғамды кедейлендіру. Қоғам кедей болу керек та. Сол уақытта олар тек қана тіршілікті, нанды ойлайды. Ал наны бар адам ертең өзінің құқын ойлайды, өмір жақсартқысы келеді. Ал наны жоқ адам қоңыз терсе де кетеді. Демек, кедей қылып ұстау қоғамды бұл билікке тиімді. Бұл олардың бірінші қолданатын ең тәсілі. Қазақстандағының да өзі. Екінші мәселе биліктің алдау. Алдау дегеніміз, біз 2030 жыл күшті боламыз. Біз мынандай қылайын деп жатырмыз, біз мынандай жасаймыз, ертең бізде мынандай жасайды, ертең біз бай боламыз, ертең бізде мынандай қыламыз деген нәрсе. Бұл екінші алдау. Үшінші қорқыту. Бұл қаңтардан кейін көрдік. Міне. Бәрін талқаны шығарамыз, атамыз, шабамыз, ауыздарыңды аштырмаймыз, біз билікпіз, біздің қолымызда бәрі бар. Міне осы үш негізгі тәсілменен қазіргі билігіміз сол жұмысты дәл сол күйінше жалғастырып жатыр. Соның біреуі ең несі бұл халықты кедейшілік деңгейге түсіріп отыру әр уақыттарда. Қазақта бәрі бар, түгі жоқ. Президенті бар, билігі жоқ. Партиялар бар, бірлігі жоқ. Ата заңы бар, демократиясы жоқ. Байлығы бар, экономикасы жоқ. Парламенті бар, пәрмені жоқ. Үкіметі бар, дәрмені жоқ. Жері бар, жайылымы жоқ. Байлығы бар, шайлығы жоқ. Банкі бар, ақшасы жоқ. Министрі бар, башқасы жоқ. Әкімі бар, әмірлігі жоқ. Соты бар, әділдік жоқ. Мемлекеттік тілі бар, қадірі жоқ. Қырты бар, шешені жоқ. Тағы бар, көсемі жоқ. Қазынасы бар, есебі жоқ. Мәңгүрт қазақтар бар, қазақшасы жоқ. Тойы бар, уайымы жоқ. Бәрін айтта бірін айт, көріп жүрген азапмын. Ұйқыдағы қазақтың оянатын ойы жоқ. Бәлкім мен басқа министрлер сияқты бүткіл шабармандарын, нөкерлерін ертіп бірінші қатарда отырмайтын. Мен өзім театрды жалпы жақсы көретін адам. Мүмкіндігінше театрға билетті өзім сатып алып кіретін. Және тіпті Болат Атабаевтың бір спектаклінде ол менің залда отырғанымды көріп, театрдың бас режиссер Тұңғышбай ағамыз үйінде жатқан жерінен біреулер звондапты, министр отыр деп. Содан ол кісі екінші бөлімде шауып келіп, содан кейін айтады, сіз неге айтпадыңыз, келем деп. Мен айтам, мен сізді мазалауға емес, мен мына спектакльді жай азамат ретінде көруге келдім. Мен мына залда министр ретінде сезінгім келмейді өзім. Егер мен рухани ләззат алғым келсе, мен өз аяғыммен келіп, өз аяғыммен кете алатын адаммын деп жауап берген. Сондықтан да театрға бір рет келіп кетуге болады, елдің бәрін дүрліктіріп 30 күн айтып жүретіндей. Немесе 10 рет келуге болады, одан ешқандай қоғамдық саяси жаңалық жасамайды.